Бәріңізге сәлем. Каналымда жаңадан салынған аудио кітаптарды жіберіп алмас үшін дәл қазір подписаться батырмасын басып каналыма тіркеліп қойыңыз. Бір табақ ұн, бір табақ арпа. Бердібек Соқпақбаев. Көктем басы, жуанның созылатын, жіңішкенің үзілетін нағыз көк өзек қиын кезі. Қай үйге барсаң да шықпа жаным шықпа деп әрең жан бағып отыр. Әкем мен Смағұл тәтем бұл кезде заставада жұмыс істейді. Солдаттар отынды өздері кесіп жаратын болған. Әкем мен тәтем күндіз қырман қағып келеді. Бір табақ, жарым табақтай дән әкеледі. Өткен жылдан қар астында қалып, бөртіп бүлінген дән. Ауру шешем оны қуырып, талқан, көже жасайды. Таңертең сабаққа барар кезде шешем маған бір кружка сұйқылтым арпа көже ысытып береді. Күні бойғы қорегім сол ғана. Мектептен қайтқанда ашықтан көзім қарауытып, бұралып үйге зорға жетем. Осы күнгі балаларша, апа, қарным ашты, тамақ бер деп есіктен дабыра салып кірмеймін. Ол сөздің әрі пайдасыз, әрі артық екенін білем. Кітап салған шүберек сумкамды терезенің алдына үнсіз қоямын да, шапанның үстіне айқара жамылып төсекте бүк түсіп жатқан ауру шешеме мөлие қарап тұрам. Шешем бұл келген мен екенімді көрмей-ақ біледі. Басын бұрып қарамастан, ыңырсыған нашар дауыспен пәлен жерде бір уыс қуырған бидай немесе бір уыс талқан тұрғанын айтып, соны жей ғой дейді. Бір күні оқудан тағы да ішіме қабысып әрең келдім. Ауырып жатқан шешеме өлімсірей қарадым. Шешем үнсіз. Пәлен жерде мен үшін сақталып қойылған бір уыс бидай бар екенін айтпады. Үйде ауызға салар түк қалмаған бірден білдім. Бұл бірінші кездесіп отырған жағдай емес. Бұндайда мен сол үнсіз-түнсіз қалпымда сыртқа шығып кетем. Өз жанымды өзім бағудың қарекетін ойластырам. Колхоз председателі Жакыбайдың немесе тамағы бар басқа біреудің үйін торуылдап келем. Батырхан үйіне жоламайым. Онда Майра бар. Аштан өліп кетсем де Майраның көзіне үй торыған сорлы боп көрінбекші емеспін. Менің сағалайтыным көбінесе Жакыбай үйі. Жакыбайдың менен 3-4 жас кіші Тілеу дейтін әрі ерке, әрі сотанақтау баласы бар. Әке шешенің алақанға салып отырған жалғызы. Председательдің баласы болғандықтан Тілеу аш болу дегеннің не екенін онша біле қоймайды. Қолына дұбалдай етіп нан ұстап жеп жүреді. Құрдан құр беріш дегенге ол нанынан бере салмайды әрине. Мен асық бояуға, сақаны тесіп, қорғасын құюға, ләңгі жасауға шебер едім. Осы ішінде Тілеудің ісі түсіп, жанын шақтап жүретін. Тілеу асық боямаймыз ба деп оның көңілін тауып қуанта келем. Бұл тәрізді жұмыстарды үйінің артында оңашада істейміз. Қолында наны болса, енді Тілеу аямайды, маған сұратпай-ақ мә деп жарымын үзіп береді. Үйден тағы да нан әкелуге кетеді. Қолым қимылдаған кезде аузым қоса қимылдауы менің жақсы көретінді ол біледі. Председательдің үйінде де шашылып жатқан есепсіз нан жоқ. Тілеу нанды шешесінен өзім жеймін деп сұрап алады. Оның нанды үйде отырып жемей, далаға тұра жүгіруінен сезіктенген шешесі артынан кейде қуа шығып, үйдің артында бұғын шақтап тұрған мені көріп қояды. Оңбаған, нанды кімге тасып жүрсің, а? Мен қолдан әрқилы ойыншықтар жасайтын едім. Тігін машинаның жібі оралатын кәдімгі титіндей жұмыр ағаштың екеуін дөңгелек етіп, ағаштан өзі жүретін трактор жасаймын. Артқы дөңгелектің қуысына резинка өткіземде, резинканың бір ұшынан түйіп, қуысқа нығыздап бекітем. Екінші ұшына титіндей таяқша ағаш байлайым. Дөңгелекті трактормен қоса ұстап тұрып, әлгі ағашты саусақпен айналдырсаң, резинка ширатылып қоса айналады. Жерге қоя салсаң, тракторды жортақтатып қуып кетеді. Резинканың ширағаны тарқағанда бірақ тоқтайды. Артқы дөңгелектер пышақпен кертіліп, кәдімгі трактордың дөңгелегінде ирек-ирек тіс жасалған. Түтін шығаратын мұржа, баранка орнатылған. Алдында бұрап от алдыратын теміріне дейін бар. Қысқасы сол кездегі дөңгелек ХТЗ тракторынан аумайды. Базар ойыншықты білмейтін қараңғы ауылда менің өздігінен жортақтап қозғалатын осы тракторымды көріп, балалар түгіл үлкендер таңғалатын. Бастарын шайқап, мынаның пәлесін қара дейтін. Тілеуге мен осындай трактор жасап берсем, онда ол маған үстінде көйлегін шешіп беруге даяр. Көк талдан иіп, садақты әдем жасайым. Жебесінің ұшына қаңылтыр қаптайым.
Дән ұшырған жерге торғай қаптап отырады. Дәл ортасын көздеп атып қалсам, біреуіне қалай да тиеді. Оқ деген торғай тыпырлап ұша алмай жатады. Қыста ағаш конькиді де балалардың көбінен әдемі етіп жасаушы едім. Бұның бәрі сөз арасында айтылып жатқан жайлар. Менің айтайын дегенім басқа. Сөйтіп сол күні мектептен қарным аш қасқыр шағылып үйге әрең келдім. Шешем жатыр төсегінде, үндемейді. Үйде ауызға салар түк жоқ екенін бірден білдім. Қазақ бұны нырай қалдық дейді. Яғни ауадан басқа жейтін түк жоқ деген сөз. Өз күнімді өзім көрмек болып сыртқа шығып бара жатыр едім. Шешем тоқта деді. Тоқтадым. Шешем ойбайына сүйеніп басын көтерді. Тамақ жасайтын адамша бет қолын жуды. Бір жаққа қонаққа баратындай әбдірадан таза жаулығын алып кетті. Мен тосып қарап тұрмын. Біздің үйде үлкендігі кітап бетіндей бір қалың айна бар. Шешем сол айнаны бипаздап тұрып сүртті де шүберекке орап қолтығына қысты. Сосын мені қолымнан жетелеп үйден шықты. Ауыл совет председателі Батырханның үйіне қарай келе жатыр. Маған бәрі де түсінікті болды. Бармаймын деп айтуға дәрменсізбін. Майрадан ұялып әзер келе жатырмын. Батырханның әйелі есігінің алдында қазанға бауырсақ қуырып жатқанын біз анадайдан көрдік. Майра үйден жайпақ табақпен туралған қамыр тасып жүр. Шешем амандаса келіп тізе бүкті. Ошақтағы отты сырып жағыса бастады. Мен тікемнен тік тұрмын. Екі көзім қазандағы қуырылып жатқан бауырсақта. Шымыр-шымыр қайнаған ыстық майға Батырханның әйелі туралған қамырды тастап келіп жібереді. Ыстық май шыр ете қалады да көпіршіп тулағандай болады. Әлгіндегі көкшіл шикі қамыр лезде қызара ісініп, торсиған қып-қызыл бауырсаққа айналады. Даяр бауырсақты кепсермен тегешке сүзіп алады. Піскен бауырсақ осы кезде орта тегеш болған. Бауырсаққа қараған сайын менің сілекейім шұбырады. Майы шып-шып шыққан қызыл жүн томпақ бауырсақтар ауызға түсуге тіленіп ақ жатқандай. Шіркін, ауызды қарған ыстық күйде алып жүрмеді. Жас бауырсақтың бұрқыраған иісі қандай. Бауырсақ қуырылып бітті. Батырханның әйелі біздің үйге кіруімізді қаламай, сол араға бір тостаған алдырды да, бір уыс бауырсақ салып шешемнің алдына қойды. Шешем одан бір тал ғана ауыз тиді де басқасын қопарып менің қалтама салып берді. Сосын манадан қолтығына қысып отырған айнаның орауын жазды. Мына айнаны Майраң бетін көріп жүрсін деп әдейі әкелдім. Үйде бір түйір дән қалмады. Бір кішкене ұн бер, балама күлше пісіріп берейін деді шешем. Майра бұл сөздің бәрінде естіп тұрды. Мен білген едім осылай боларын. Келгім келмегенім сондықтан еді. Кірмегенім қара жер, әзер тұрмын. Телміріп қайыр сұрағаннан біздің бұл халіміздің несі артық? Ұсынған айнаны Батырханның әйелі алды. Бір табақ ұн, бір табақ арпа салып берді. Біз үйге қайттық. Кітап бетінде қалың айна біздің үйдегі бірден бір іске татыр мүлкіміз еді. Біз одан солай айырылдық. Әкем осы айнаға қарап мұрт басып сақал қыратын. Шешем күніне бір рет осы айнамен ауру жүдеткен жүзін көретін еді. Екі бетінің ұшындағы сөніп, бітіп бара жатқан тіршілік нұры азайған сайын көңілі бір түрлі жабырқау тартып қалатын. Сол айна енді жоқ.